Айман екеуміз бала күнгі доспыз. Бір нанды бөлісіп жеген айнымас жақын құрбы болдық. Ол Ернармен танысқан кезде де, ол үйленейік деп қолқа салған кезде де мен олардың жандарында болдым. Екеуінің бақыты менің бақытымдай. Үнемі солар үшін күйгелектеніп жүремін. Айман мен Ернар 3 жыл жүріп қосылды. Үйленгендеріне де міне 2 жыл толады. Олардың тойларында мен қыз жолдас яки махаббаттарының куәсі болдым. Отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұра ма? Екеуі шаңырақтың отын тұтатқан сәттен үйлерінде дау-дамайлар жиі болып тұратын. Құрбыма, күйеуіңмен үнемі салғыласып отыруыңды қой, деп ақылымды айтып жүремін. Ернарды бөлек шығарып алып, оған да әйелдік кеңесімді беремін. Сондай кезекті жанжалдың бірінде Ернар маған қарап тұрып, «Кәусар, сенің осындай керемет әйел екеніңді о баста сезсемші шіркін. Неге бұрын саған көзім түспеген? Өзің сондай келбеттісің» деп сырын ақтарып алды. Оны естіп денем шымырлай жөнелді. Осы сөздерден кейін бір орнымда сілесіп тұрып қалдым. Шынымды айтсам, Ернарды бір көргеннен ұнатқанмын. Ондай жігіт қазір 50-де біреу ғой. Өзі сымбатты, келіскен, қыз сылқымның жүрегін бірден жаулап алары анық. Мінезінің өзі қандай. Қой аузынан шөп алмас жуастығымен қатар, еркекке тән қатқылдығы да бар. Бір сөзбен айтсам, 8 қырлы бір сырлы. Қолынан келмейтіні жоқ. Құрбыма қатты қызығатынмын. Жолы болды деген осы екен деп жүрсем, құрбымның қылығы анау. Әдесе мә деп күйеуін жұлып жегелі тұр. Мұндай күйеуім болса, болмашы нәрсеге көзімді жұмып қарар едім. Ернардың бұл сөздері мені қатты ойландырып тастады. Сол күннен бастап одан өзгені ойлай алмадым. Жатсам да, тұрсам да оның есімі мәңгі жүрегімде қажалып жазылғандай, есімнен кетер емес. Мұндайды бұрын соңды сезінген емеспін. Бұл не, ғашықтық па? 30-ға таяған шағыма дейін отбасылық өмір туралы мүлде ойланбаған едім. Жұмысымнан бас алмай, күндерімнің сырғып өтіп бара жатқанын енді аңғарғандаймын. Өзім кеңсе қызметкерімін. Бір күні жұмыстан кеш шығып, үйге қайтып бара жатсам, алдымнан Ернар шығып, шаруаларымды бітіріп, жол жөнекей сені көріп қалдым. Көлікке отыр, үйіңе апарып тастайын деп машинесіне салып әкетті. Өтірік айтпаймын, оны көргенде қатты қуанып кеттім. Сондай қатты қысылдым. Оның маған айтқан әрбір сөзі құлағымда шыңылдап тұр. «Кәусар, осы сенің біреуің бар ма?» дейді маған. «Неге сұрадың?» дедім. «Жай ғана сұрақ қой, көңіліңе алып қалма. Мен сені осы күнге дейін еркек атаулымен көрген емеспін». «Жоқ, өзіме лайықтысын жолықтырмай қоймадың. Мәссаған, саған қандай жігіт лайықты сонда? Ол ер мінезді, сабырлы, ақылды болу керек. Мені құрметтеп сыйлауы тиіс. Ал мен өз кезегімде жұбайыма төрімдей қарайтын боламын». «Эх, Кәусар, қазір сенде әйелдер бар ма бұл дүниеде?» «Әрине бар» дедім. Осылай сөйлесіп отырып, үйіме де жетіп қалдық. Айманмен тағы қырғиқабақ екен. Әйеліне суынғанын бірден байқадым. 2 жыл тұрмыста болса да, әлі құрсақ көтермеді. Үйдегі дау-жанжалға себеп болғанда сол шығар деп ойладым. Дегенмен, Ернар Айманға бойыңа бала бітпейді деп кінә артқан емес. Ол маған бұрын соңды кезіккен жігіттерге мүлдем ұқсамайды. Онымен сөйлескен адам бір марқайып қалары анық. Өзі өте ақылды. Әңгіменің сойылын соғады. Десе де тілімен жағына сүйеніп қалғандардың қатарынан емес. Мәшинеде уақыттың қалай сырғып өткенін байқамайды қалдық. Қысылғанымнан үйге кіріп шай іш деп ұсыныс тастадым. Ол бірден келісе жөнелді. Үстел басында әңгімемізді жалғастырып отырғанбыз. Bir кезде оның ерніне үнсіз қарай бердім. Ернар оны жанарымнан ұққандай ақ, жаныма жағында келіп ернімнен сүйіп алды.
дәл сол кезде санам отпен ойнап отырғанымды айтса да, түсінігім басқаша ойлап тұр. Жүрегім оны жібергісі келмейді. Ең бастысы, мен дәл осы сәтте бақыттымын. Тап қазір мен қатты қуанып отырмын. Ернар екеумізде бір-бірімізге деген шынайы сезім бар екен. Мен оны бірден ұқтым. Мен бұл күннің аяқталғанын, оның үйіне, отбасына қайтқанын шын жүрегіммен қаламадым. Оны жібергім келмеді. Айманға жібергім келмейді. Таң атқанша екеуміз осы түнді бірге өткіздік. Құрбыма сатқындық жасадым. Айман Ернарды жақсы көреді. Жақсы көре тұра қадірлемейді. Ал мен өмір бойы оған лайықты болуға тырысатын боламын ғой. Ернар екеуміздің сезіміміз күн санап артып барады. Ара қатынасымызды тоқтатуға дәрменім жетер емес. Екеуміз де Айманның көз жасына қалатын болдық. Оны ойласам, жүрегім ауырады. Бірақ Ернардан бас тарта алмаймын. Бас тартпаймын да. Ол Айманға бар шындықты айтып, менімен қосылатынын айтады. Мен болсам, оған да жол бере алмадым. Махаббат отын маздатып алып, енді артқа қайтар жол таба алар емеспін.